Негіздері бірдей дәрежелерді бөлу және көрсеткіші нөлге тең дәреже. Біз алдыңғы сабақта негіздері бірдей дәрежелерді көбейтуді өткенбіз. Ол жақта қосу амалын қолдандық. Ал енді бөлген кезде керісінше азайтамыз. Мысалға, А-ның n дәрежесі болсын, оны бөлек А-ның m дәрежесіне. Сонда біздің формуламыз А-ның n азайтылған m. Ал енді осыны дәлелдейік. Мысалға, 2-ның 5 дәрежесін бөлек 2-ның 3 дәрежесіне. Біздер осы кезге дейін 5-6 сыныптарда бөлу амалын бөлшек ретінде жазғанбыз. Яғни 2-ның 5 дәрежесі бөлу 2-ның 3 дәрежесі. Ал енді осыны жазып шығайық. Яғни 2 көбейту 2 көбейту 2 көбейту 2 көбейту 2 5 рет жаздым. Ал бөлімінде 2 көбейту 2 көбейту 2. Сонда мына жақта екілердің 3 талы бөліммен қысқарып кетеді, бізде қалады. Алымында ғана қалады, сол үшін ортаға жаза берем. 2 мен 2-ның көбейтіндісі ғана қалады. Яғни 2-ның квадраты ғана қалып тұр. Сонда біздер бұны осылай жазып отырмайық, 5-тен 3 азайтып, 2 қалдыра салуға тең. Қалдыра салғанымызға тең. Яғни бізде ол 4-ке тең. Яғни біздің бүгінгі формуламыз мынау. Бірақ тағы айта кететін нәрсе, көрсеткіші 0-ге тең дәреже. Мысалға, кез келген санның 0 дәрежесі ол 1-ге тең. Енді осыны дәлелдейік. Санның 0 дәрежесі дегеніміз, мысалға, 5-тің 3 дәрежесі азайтылған 3-телік. Яғни 5-тің 3 дәрежесі болады, бөлімінде тағы да 5-тің 3 дәрежесі болады. Бізде 3-тен 3 азайтсақ 0 ғой. Енді осыны бағанағыдай жай бөлшек түрінде жазсақ, 5-тің кубы болады. Яғни 5-тің кубы мен 5-тің кубы екеуінен де 125 шығады бәрібір. Ал 125-ті 125-ке қысқартсақ, бөлсек, бәрібір 1 шығады. Яғни кез келген санның 0 дәрежесі 1-ге тең. Бұл бізде екінші ережеміз. Яғни мынау біздің бірінші формуламыз бүгіндікке, мынау екінші формуламыз. Ал енді осыған қарап есепте шығарайық. Бірінші есепте x-тің 10 дәрежесі бөлінген x-тің 7 дәрежесі. Яғни 10-нан 7-ні азайта саламыз, x-тің 10-нан 7-ні. Сонда x-тің 3-і қалды. Келесі есепте минус 2-ден 1-дің 8 дәрежесі бөлуді жазып кеттім. Минус 2-ден 1-дің 6 дәрежесі. Сонда минус 2-ден 1-дің 6-дан 8-ден 6-ны азайтсақ 2 қалады. Минус 2-ден 1-дің квадраты бізде 4-тен 1-ге тең. Яғни 2-ден 1-ді 2-ден 1-ге бөлсек, 2 мен 2 4 болады, 1 мен 1 1 болады. Және бізде жұп дәреже болған үшін плюс болып қала береді. Ал енді мына жерде 9 қосылған x-тің 6 дәрежесі бөлінген 9 қосылған x-тің 4 дәрежесі. Бізде 9 қосылған x болып қала береді, олар қосыла алмайды, біреуі саны, біреуі әріп болып тұр. 6-дан 4 азайтсақ, бізде 2 қалады. Яғни бұл жерде байқап тұрсыңдар, негіздері бірдей барлығының. Ал мына жерде 6-дан 1-дің жақша жазамыз міндетті түрде. Арасында бірінші көбейту тұр, одан кейін бөлу тұр. Яғни 42-ке 9-ды бірінші қос деп тұр, одан кейін азайт x-ті деп тұр. Яғни көбейту тұрған жерлерде қосамыз, бөлу тұрған жерлерде азайтамыз. 42-ке 9 қоссақ бізде 51. Және азайтуымыз керек x-ті. Осы кейінде қалады, себебі 51-ден x-ті азайтамаймыз. Ал мына жерде минус 8-дің 6-тысы мына жерде. Мына бөлу демек азайтамыз 3 қосылған тыны. Мен мына жерде әдейі жақша қалып жаздым, себебі біздер жақшаның алдында минус тұратын болса, біздер ішіндегі сандардың әріптердің таңбаларын өзгертеді. Сонда минус 8-дің 6-тысы, мына плюс 3 еді, минус 3 болып өзгереді, плюс т еді, минус т болып өзгереді. Сонда минус 8-дің бізде шығады, 6-тыдан тын азайтсақ 5-ті қалады, азайтылған 3 қалды. 5-тыдан 3-ті азайтамайсың. Ал енді мына жерде 6 қосылған x қосылған y-тің 0 дәрежесі тұр. Мен бағана айтқам, кез келген сан болсын, кез келген өрнек болсын, 0 дәрежесі бәрібір 1-ге тең болып қала береді. Ал енді мына есеп. Мен мынаны
бөліп алайын. Ал енді 3-тен 1 барлығы бізде негіздері бірдей. Алымдарында көбейту, бөлімдерінде көбейту, бірақ өзі бөлшектің алым мен бөлімінде тұр. Яғни біздер мынаны былай жазсақ болады. 3-тен 1-дің 10 қосылған 20 қосылған 30 деп, бірақ 10-ны бөлеміз, немесе азайтамыз, 34 қосылған 23-тен. Мен мынаны жақша қалайын. Алымындағы сандар бізде 10 қосылған 20 қосылған 30. Бұл бізде алымындағы. Енді мына жақта бөлшек сызығы тұр. Демек ол біздер азайтуымыз керек. Бөлімдегілер бізде 34 көбейту болып тұр. Демек қосамыз 23-ті. Сонда тең болады. 3-тен 1-дің 10, 20, 30 қосылғанда 60 болады. Азайтамыз 34-ке 23, 57. Сонда бізде 3 қалды. Яғни 3-тен 1-дің кубы ол бізде 27-ден 1-ге тең.